Бүгінгі ақпараттық шу, жаңа трендтер, қоғамның әр сөзі әйелдің бағасын кейде түсіріп, кейде көтеріп жібереді. Бірақ әйелдің шынайы қадірі Алланың сөзінде, хадистерде анық жазылған. Қазақ қоғамында көп айтылатын нәрсе әйелдің міндеттері. Бірақ біз әйелдің құқықтарын айтамыз. Әйел құрметке, қауіпсіздікке, жақсы сөзге, жұмсақ қарым-қатынасқа, қажетін өтеп, ренжітпейтін өмірге құқықты. Қыз баласы туралы мынадай хадис жеткен. Кімнің 3 қызы болып, оларға жақсы қараса, Алла оны жәннатқа кіргізеді. Ал тұрмысқа шығып, ана атанған шағында сендердегі ең жақсы адам әйеліне жақсы қарайтын адам. Жәннат аналардың аяқтарының астында деген хадисте жеткен. Ол бәрінің көңілін табуға тырысып, баласының күлкісінде, үйдің тыныштығында, күйеуінің жайлығында ойлайды. Бір күнін емес, бүкіл өмірін өзгеге арнайды. Бірақ бір ақиқатты көбіне өзі ұмытады. Егер әйел өзін құрметтемесе, оны ешкім шынайы бағалай алмайды. Өйткені әйелдің қадірі сырттан келетін мақтауда емес, өз жүрегіндегі тыныштықта. Өзіне деген құрметте. Мен де адаммын. Мен де демалуға лайықпын. Менің де жаным бар. Деп айталуында. Әйел өзіне мейірім танытқанда, дүниеде оған мейірімді бола бастайды. Өзіне жылулық берген әйелден алынбайтын береке, тоқтамайтын тыныштық туады. Себебі әйелдің жүрегі толық болса, бүкіл үйдің шамы жарық болады.